Сенің бетіндегі опа тірілерге арналған емес. Ол өлгендердің күлінен жасалған. Егер оны 49 күн бойы жақсаң, сен өлесің. Мерекенің соңғы күні мен жарты айға жуық көрмеген досыммен кофе ішуге келістім. Шэн Суй мені есік алдында әрең таныды. Бұл сен бе, Сяку? Иә, бұл мен. Қалайша, өзгеріп кетіпсің? Бетіңе ота жасаттың ба? Жасатқым келген, бірақ ата-анам рұқсат бермеді. Осыны айтып күлімсіреп, бетімді оған жақындадым. Қарашы, мен боянуды үйрендім. Әдемі ме? Бірақ Шэн Суй қабағын түйіп, саусағымен бетімді сипап өтті. Бетіңде не бар? Ұнтақ опа ғой. Қозғамашы, макияжым бұзылып кетеді. Мен сөмкемнен опаны алып, қайта жаға бастадым. Терідегі тесіктер толық жабылғанын көрген соң ғана тоқтадым. Бірақ Шэн Суй опа салынған қорапты ұстап тұрған қолымды қысып алды. Мұны қайдан алдың? Бөлмелесім Шуфен берді. Оның отбасы косметикамен айналысатынын айтқан ғой. Ол менің терім нашар екенін айтып, жаңа жасап шығарған опаларын сыйлады. Айта кету керек, әсері өте керемет болды. Тесіктер азайып, майлылық айтарлықтай төмендеді. Сенбесең өзің байқап көр. Мен опаны Шэн Суйге ұсындым. Ол опаны иіскеп көрді де жиіркенішпен үстелге лақтырып жіберді. Сяку, бұл опа емес, бұл күл. Оның сөзін естіп, мен де қатты қорқып кеттім. Бетімді сүрте бастадым. Қорқытпа мені, Шуфен. Маған ол күл бере салмайды ғой. Шэн Суй үндемей сары тұмар қағазын алып, өртеп суға салды. Осы сумен шу. Қанша сүртсем де бетім тазармады, бірақ тұмар суын қолданғанда терімнің түсі бірден өзгерді. Ол иегімді ұстап, мұқият қарады. Жаман иіс шығады. Ол ортаңғы саусағымен ұстап, үстінен сипап өтті. Бірден қара қан тамшысы шықты. Өткір сасық иіс тарады. Сол сәтте даяшы келді. Сәлеметсіз бе? Бірдеңе төгілді ме? Жинап берейін бе? Ештеңе емес, досым уланды, шалбарын ластап алды. Ол мені алып шығып кетті. Бет-әлпетің бұрынғыға ұқсамай бара жатқанын байқадың ба? Ол жаңа жылда түскен суретімізді көрсетті. Онда менің бетім домалақ, көзім үлкен, терім ашық еді. Мүмкін ең сұлу емес шығармын, бірақ табиғи көрінетінмін. Ал қазіргімен салыстырсам, тек жартылай ғана ұқсаймын. Күлден жасалған опаны 49 күн жақсан, басқа адамға айналасың. Басқа адам? Неге мен ештеңе сезбеймін? Шуфен бай отбасынан әрдайым күлімдеп жүреді. Өткен айда бетіме безеу шыққанда айнаға қарап жылаған едім. Сол кезде маған ол өздерінің шығаратын опасын ұсынды. Мен ол опаны қолданған кезде бетіме өте жақсы әсер етті. Бетім тазарды. Сондықтан мен жағуды жалғастыра бердім. Ол шын опа қолданады, ал сен күл жағып жүрсің. Сяку, сенің бойыңа сіңіп кетті. Өлік иісі шығады. Не? Менен өлік иісі шығады дейсің бе? Өзіме хош иіс қана сезіледі. Бөлмелесін сен туған жыл ай күні бірдей ме? Иә, қайдан білесің? Ол опаны тек саған берді ме? Иә, тек маған берді. Онда бәрі түсінікті. Ол дәл сондай күні туған адам іздеп жүр. Сенің денеңді иленгісі келеді. Бір шарт бар. Сен өз еркіңмен берілуің керек. Ал сен опаны алған кезде келісім бергенсің. Қазір ол асығып жүр. Өйткені қазіргі денесі үйлеспейді. Жақында шірей бастайды. Мен оның сөзіне сенбедім. Егер маған зиян келтіргісі келсе, баяғыда өлтірер еді. Қалай сендірейін енді? Айнасын күнге қой. Не болатынын көресің. Мен жатақханаға оралдым. Айнаға қарасам, көз астым қарайып кеткен. Қатты шаршағанмын. Телефоным шырылдады. Шэн Суйден хабарлама келген. Айнасын таптың ба? Күнге шығар. Айнадағы көзіңе қарама. Ол байқаса сені бірден өлтіруі мүмкін. Мен айнасын алып күнге шығардым. Күн батқанша күттім, сосын орнына қойдым. Жарты сағаттан кейін Шуфен келді. Түрі нашар еді. Айнаға қараған сәтте шыны сынған дыбыс естілді. Айна быт-шыт болды. Бүгін менің айнамды қолдандың ба? Жоқ, жаңа ғана келдім. Ол қазбалап ары қарай сұрамады. Тек сынған айнаның алдында отырып қалды. Сол сәтте Шэн Суйға хабарлама жаздым. Осы болған жайтты жеткіздім. Оның денесіне қара дақтар шықты ма, қарап көр. Мен абайлап Шуфенге қарадым. Оның мойнында шынымен қара дақтар пайда болған. Сол дақтардан қара түтін шығып жатты. Мен көргенімді Шэн Суйге айтып жаздым, бірақ ол бірден жауап бермеді. Тек 5 минуттан кейін ғана хабарлама келді. Мен жаңа ғана әжеме қоңырау шалдым. Ол сенің қазір өте қауіпті жағдайда екеніңді айтты. Не істеймін, мен әлі жаспын, өлгім келмейді. Ешқашан қашпа. Қаншалықты тез қашсан, ол сені соншалықты тезірек тартып алады. Онда не істеймін? Әжем айтты, бүгін түнде ештеңе істеме, жай ғана төсегіңде тыныш ұйықта. Бірақ егер түнде ол сені шақырса, ешқашан келіспе.
Осы түнді аман өткіз, ертең таңертең мен саған келемін. Түнгі 3-ке дейін ұйықтауға батылым бармады. Бетімді қабырғаға қаратып жаттым. Басымды бұрсам, Шофен қасымда тұрады ма деп қорықтым. Дәл солай ойлағанымда Шофеннің дауысы естілді. Қорқып жатырсың ба? Ұйықтап қалдың ба? Зарядтағышым бұзылып қалды. Өзіңдікін бере аласың ба? Оның дауысын естігенде денем дір ете түсті. Жауап беруге батылым жетпей, ұйықтап жатқандай болдым. Бірақ Шофен үстіңгі қабатқа өрмелеп шықты. Ұйықтап жатырсың ба? Ай жоқ, білемін, сен әлі ұйықтамадың. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей болды. Сен бүгін опаны менің үстеліме қалдырып кетіпсің. Мен саған әкелдім. Ол опаны жастығымның жанына қойды. Сосын төменге түскендей болды. 5 минут күтіп, оны шынымен кеткеніне көз жеткізген соң, мен Шенсуиге тез хабарлама жібердім. Ол мені оятқысы келді. Мен жауап бермедім. Бүгін түнде енді шақырмайды, тыныш ұйықта. Ертең таңертең 9-да сол кафеде кездесеміз. Келесі күні кафеге барғанда Шансуи менікіндей опа шығарды. Мұны мен саған сауда орталығынан сатып алдым. Сен оның берген опасын қолданып жүргендей болып көрін. Сонда ол сені біраз уақыт мазаламайды. Ал сенің күл опаңды әжеме апарамын. Мүмкін оны жоюдың жолында бар. Тағы бір нәрсе, мен оралғанша оның берген еш нәрсесін қолданба. Мен жатақханаға оралдым. Кірсем, Шофен айнада отыр екен. Мені көріп, түрің онша емес екен, мен берген опаны қолдандың ба? Есінде болсын, күнде қолдану керек. Сонда ғана терің жақсарады. Сол сәтте басқа бөлмелесім Гужу келді. Есіктің сыртында әңгімелеріңді естідім. Қандай опа? Шынымен сондай жақсы ма? Қолданып көр. Бұл біздің отбасымыздың жаңа өнімі. Сенбесең Сиакудан сұра. Екеуі маған қарады. Әсіресе Шофен маған жеп қоярдай қарап тұр. Мен қорыққанымнан басымды изедім. Көрдің бе? Бұл опа керемет. Тағы бір жаңа қорабы бар. Қаласам, міне, байқап көр. Гужу опаны алып бетіне шыға бастады. Кешке көрпенің астына тығылып Шенсуиге жаздым. Ол кез келген сәтте бірдеңе істейтін сияқты. Мен әжемнің жанындамын. Ертең таңертең жатақханаға кіре берісінде кездесеміз. Келесі күні шықсам, ол мені күтіп тұр екен. Көлікке отыр, сені бір жерге апарамын. Қайда? Барғанда білесің. Ол жер ескі, тастанды тұрғын үй кешені еді. Қорықпа, мен қасындамын. Біз 404-ші пәтерге көтерілдік. Іші қараңғы. Үстелде ескі құмыра тұр екен. Егер қателеспесем, саған берген опа осы жерде алынған. Не істейміз, сындырамыз ба? Жоқ, жай сындырғаннан пайдасы жоқ. Ол сары тұмар қағазын өртеп, күлін құмыраға салды. Әжем берді. Бөлмелесіңді басуға көмектесуі керек. Сол кезде Гужудан хабарлама келді. Шофен асығыс шығып кетті. Үйде шұғыл іс бар деді. Қазір жатақханада мен ғана қалдым. Тез келші. Ол қайта келуі мүмкін. Тез кетейік. Машинаға отырған сәтте артқы айнадан алыстан жақындап келе жатқан бейнені көрдім. Ол бізді байқаса бітті. Келесі сәтте Шофен көлікке жақындады. Ішіне қарады. Жүрегім тоқтап қалардай болды. Бірақ ол кетіп қалды. Жатақханаға оралсам, Гужу жоқ. Ең қорқыныштысы, Шофеннің айнасы да жоқ. Бірден Шенсуиге хабарластым. Шенсуи, бөлмелесім жоғалып кетті. Айна да жоқ. Ол да опаны қолданды ма? Иә, кеше Шофен оған берген. Онда жаман. Мүмкін Шофен оны айнаға тартып алған шығар. Енді не істеймін, егер ол қайтып келсе ше? Қорықпа, мен оның құмырасына әлден естедім. Қайта алмайтын шығар. Шығар? Шығар дегенің не? Тұмарың шынымен әсер етпеді ме? Сиаку, сен кімді басу керек деп айтып тұрсың?